Сәлем баршаларыңа. Бүгін осындай өріктен компот дайындайтын боламын. Алдымен өрігімізді жуып, сүйегінен ажыратып, жақсылап дайындап алатын боламыз. Одан кейін осылай ет тартқыш немесе осындай блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Неге осылай езіп алды. Енді бұны үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Мінекей менде осы кружкаменен 3 кружкадай шықты. Енді бұған көлеміне 5-6 кружкадай салқын су құйып, енді осылай кішкене араластырып, үстіне 800 грамм қант салдым мен. Осылай қантымызды салып, бір қайнатып алатын боламыз. Қайнағаннан кейін осылай сеткімен сүзіп аламын. Енді осыны осылай кастрюльге құйып, кішкене тағы да салқын су құйып, қант салып, да бір қайнатып алатын боламын тағы да. Одан кейін алдын ала банкілерімізді да булап алатын боламыз. Осылай буланған банкімізге ыстық күйінде соғымызды құйып, барлық банкімізге құйып дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай компоттарымыздың крышкасын жақсылап бұрап, одан кейін осылай тексеріп көреміз. Мінекей менің компотым дайын. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.